Оразбал Ақжігіт қызы, номері 104 жалпы білім беретін мектеп, бастауыш сынып мұғалімі. Менің тәлімгерім Ерназарова Гүлмира Қошқарбаевна. Бүгін біз шағын тренинг өткіземіз. Тақырыбы қашықтықтан оқыту барысында бастауыш сынып оқушыларымен тиімді кері байланыс беру жолдары. Оқу мен оқытудың сапасы кері байланысқа тәуелді. Оқушымен тікелей байланыс болмағандықтан, оқушымен кері байланыс кезінде қиындықтар туғызады. Қашықтан оқыту кезінде жағдайында оқушыларға тиімді кері байланысты қамтамасыз ету ол мұғалімнің сыни шеберлігі. Сондықтан да біз әрдайым шебер болуымыз керек. Мұғалімдерге онлайн кері байланыс дағдыларын жетілдіру үшін өмір бойы білім алу ұстану қазіргі уақыттың ең тиімді өзекті мәселесі. Енді Мақпал, оқушылармен кері байланыс жасаған кезде сіз қандай платформаларды жүзеге асырасыз? Мен Білім-Лен, Zoom, iMектеп, күнделік кезет, онлайн мектеп және оқушыларға ең тиімді WhatsApp желісі арқылы кері байланыс жасаймын. Тамаша Мақпал. Ендеше кері байланыс ұсыну ережелері кезінде мыналарға назар аудару керек. Бағалаушы болмау керек, ынталандыруға ұмтылу, сыпайы болу, позитивті болу, мадақтау, тең ұстау. Жақсы апай, мен ережелерді ұқтым. Апай, сізге сұрағым бар. Оқушыларға топтық кері байланыс жасауға болады ма? Әрине Мақпал, оқушылармен топтық жұмыстар, жұптық жұмыстар жасауға болады. Жұптық кері байланыс ұсыну кезінде эссе жазу бойынша тапсырмалардың орындау қадамдарына назар аудару керек. 10 минутта белгілі бір тақырыпқа эссе жазу, жұмысын сыныптағы басқа оқушыға пікір алу үшін немесе кері байланыс ретінде ұсыну, сыныптастарынан кері байланыс бойынша жұмысына толықтырулар немесе өзгеріс енгізу. Ал топтық кері байланыс кезінде эссе жазу барысында 10 минуттық тексерілген тапсырманы ортақ платформаға салу, өз жұмысы бойынша қорытынды жасау, мұғалімнің ортақ қателіктері бойынша пікірі, орындаған жұмысты тексеру. Апай, мен түсіндім. Ал ендеше Мақпал, осы кері байланыс жасау кезінде сен қандай кері байланыс беру үлгілерін қолданасың? Мен жазбаша, ауызша, графикалық, аудио, видео кері байланыстың түрлерін пайдаланамын. Мысал ретінде алсақ, мен оқушыларға графикалық, ауызша, жазбаша, аудио түрінде кері байланыс жасағанмын. Жақсы айтылған, асықпай мәнерлеп оқы. Менің жасаған кері байланыстарыма оқушылар өз ризашылығын білдіреді. Мақпал, осы аудио-видео арқылы жасалған кері байланыс өте тиімді. Ол алдымен уақытты үнемдейді, оқушының қате түсінігін алдын алады, қызығушылықты арттырады. Бірақ ең басты мына нәрсеге назар аудару керек. Ұзақ аудио-видео жазба түсіруден аулақ болу керек. Аудио-видео жазбасын кәсіби түрде түсіру міндетті емес. Ең бастысы, бала өзінің айтайын деген ойын еркін сауатты түрде жеткізсе болғаны. Қашықтан оқыту кезінде кері байланыс ұсынудың үлгісі. Оқушының атын атап, кері байланыс ұсыну. Нұрасыл, жазуым өте әдемі, жарайсың. Жиі әрі жүйелі кері байланыс ұсыну. Күнделікті сабақтарда күннің белгілі бір уақытында, мысалы, сағат 3-пен 5-ке дейін нақтылы уақытын қою. Жедел кері байланыс тапсырманы орындау барысында дереу кері байланыс беру. Нақты кері байланыс екінші бөлімде айтылған ойлар тақырыптың мазмұнын тамаша ашып тұр. Бұл нақты кері байланыс әсіресе эссе жазу барысында өте тиімді нәтижесін береді. Ойлауды дамыту үшін сұрақтары бар кері байланыс. Тақырып бойынша жақсы жазып шықтың. Мәтінді өмірмен байланысты болатындай етіп, қандай мысалдар келтірер едің? Позитивті кері байланыс ұсыну, 2 жұлдыз, 1 тілек әдісі арқылы кері байланыс жасау.
Жақсы апай, өте тиімді кері байланыстарды ұсындыңыз. Мен бұл кері байланыстарды болашақта пайдаланамын. Жақсы, мақпал. Енді бұл осы кері байланыс бүгін ғана болып тұрған мәселе емес. Бұл мәселені бізде Мағжан Жұмабаевтың кері байланыс туралы идеяларында да айтылып кеткен. Баланың өзін мақтама, ісін мақта, мақтағанда да мақтауға тұрарлық, ісін мақта дегендей осы идеяларды басшылыққа алып назарда ұстасаң, қаперіңде ұстасаң, әрқашан жетістіктерге жетесің. Жарайды апай, осы айтқан идеяларыңызды, кері байланыстың үлгілерін, түрлерін барлығын басшылыққа алып, оқушыларға керемет кері байланыс жасаймын. Бүгінгі кері байланысыңызға рахмет. Мен ұстазбын, мәңгі бағым сақталған. Мен ұстазбын, ана үмітін ақтаған. Мен ұстазбын, адал еңбек бекіткен. Мамандығым ел алдында мақталған.